Sizge Әбілқайыр хандығынан Керей мен Жәнібек сұлтандары келіп тұр. Ассалаумағалейкум. Отырып жайғасып алыңдар. Келген шаруаларыңды айтыңдар. Ойраттардан келген Әбілқайыр хан ашу ызасын қол астындағы халықтан алып жазалай бастады. Салықты көбейтіп, тайпамыздың берекесін алуға. Сондықтан да біз, бауырымыз Жәнібек екеуміз сізге бұйымтаймен келіп отырмыз. Бұйымтайың болса, ал! Бізге жер бөліп берсеңіз, сол жерде өзіміздің ұрпағымызбен өсіп өлсек деген ойдамыз. Керей, Жәнібек, сендер барып демалыңдар. Ал мен болсам өзімнің ақсақалдарыммен, сұлтандарыммен ойласайын. Жарайды. Қандай ойда болып отырсыңдар? Жер халықтың байлығы, оны ешкімге беруге болмайды. Осы жолы ығысып, Керей мен Жәнібекке орын берсек, ертелі кеш сол жақсылығымыз өзімізге қайтып келер. Әбілқайырдан өш алар кез келді. Шекарамыздың батыс аумағын қамтамасыз етуіміз керек. Мұндай жағдайда біз өз пайдамызға пайдалану керек. Әбілқайыр менің қас жауым, яғни менің жауымның жауым, менің досым Шу мен Талас өңіріндегі Қозыбасы жері солардың өңірі болсын деп ұйғардым. Керей мен Жәнібекті шақырыңдар. Керей мен Жәнібек сұлтандары, кіріңіздер. Біз ақылдаса келе Шу мен Талас өзенінің Қозыбасы деген жерлері сендердің аумақтарың болсын деп шештік. Алдияр, біз бұл жерді құт мекенге айналдырамыз. Сүйінші халқым бір туасқа жиналып көл туды. Мен жер көгереді, батамен ел көгереді демекші. Ата, бата беріңіз. Ал қолдарыңыз жайыңдар. Түндеріміз тыныш болсын, үйлеріміз ырыс болсын, ұлдарымыз сесті болсын, қыздарымыз есті болсын, балаларымыз қуаныш әкелсін, немерелеріміз жұбаныш әкелсін, орындарың төр болсын, дастарханың мол болсын.